Әскери роботтар бұл соғыс және қауіпсіздік саласында қолданылатын адам өмірін қорғау және әскери тапсырмаларды тиімді орындау үшін жасалған автоматтандырылған немесе қашықтан басқарылатын құрылғылар. Әскери роботтар деген не? Әскери роботтар барлау жүргізу, қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жарылғыш заттарды залалсыздандыру, тіпті кей жағдайда шабуыл жасау сияқты міндеттерді атқаратын техникалар. Олар адам қатысуын азайтып, қауіпті жағдайларда сарбаздардың өмірін сақтау көмектеседі. Негізгі түрлері: бір жердегі роботтар, миналарды табу және залалсыздандыру, барлау жүргізу, қауіпті аймақтарды тексеру. Мысалы, пэкбот жарылғыш заттарды анықтауға арналған. Ұшқышсыз ұшу аппараттар, әуеден бақылау, барлау, нысананы дәл соққылау. Мысалы, MQ Reaper барлау және соққы жасауға арналған дрон. 3. Теңіз роботтары су астында барлау, миналарды іздеу. Құпия операциялар. Мысалы, Seal Hunter автономды әскери кеме. Артықшылықтары: адам өмірін сақтайды. Қауіпті аймақтарда жұмыс істей алады. Жоғары дәлдікпен әрекет етеді. Ұзақ уақыт шаршамай жұмыс істейді. Кемшіліктері: бағасы өте қымбат, техникалық ақаулар болуы мүмкін. Хакерлік шабуылдарға осал. Этикалық мәселелер: өздігінен шешім қабылдау. Қазіргі даму бағыты: бүгінде әскери роботтар жасанды интеллект арқылы жетілдірілуде. Болашақта олар толық автономды болып, адам көмегінсіз шешім қабылдай алуы мүмкін. Қорытындылай келе, әскери роботтар қазіргі заманғы армияның маңызды бөлігі. Олар қауіпсіздікті арттырып, соғыс жүргізу тәсілдерін түбегейлі өзгертіп жатыр.